Тарбағатай ауылы Тарбағатай жалпы білім беретін орта мектеп 8-ші сынып оқушысы Шакенова Жанель. Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Ал енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусыз екенін көрдік. Ал енді қалған өміріміз қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайрамын. Ел бағу. Жоқ, елге бағу жоқ. Бағусыз ерке ұшырайын деген кісі бақпаса, не ауыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу. Жоқ, балаларым өздеріне керегенше өздері бағар. Қалған аз ғана өмірімді ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, аз ғана өмірімді қорқылар жайым жоқ. Ғылым бағу. Ғылым бағарға да ғылым сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің? Білмегеніңді кімнен сұрайсың? Елсіз күнсізде кеземені жайып салып, қолына кезін алып отырғаннан не пайда? Мұңдасып, шерді қатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайта тұғын күйік. Соғылық қылып дін бағу. Ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде, осы жерде, осы елде ол не қылған соғылық? Балаларды бағу. Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша? Бағудың мәнісін де білмеймін. Не бол деп бағам? Қай елге қосайын, қай харекетке қосайын? Балаларымның өзінен, ілгері өмірімнің пайдасын, еңбегімнің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Не қыл, не бол дерімді біле алмай отырмын. Ақыр ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді ақ қағазға жаза берейін. Кім ішіне керек сөз тапса, оқысын, я жазып алсын. Керек емес десе, өз сөзін өзімдікі дедім де, ақыр осыған байландым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.